Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Менің каналыма тіркеліп, қолдап, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Бүгінгі жасайтын тағамымыз сосиска тесте жасаймыз. Ең алдымен біз ыдысымызға бисмилля деп сүтімізді құямыз. Оның артынша дрожж саламыз. Және де шекер саламыз. Енді артынан бір қасық тұз саламыз. Енді араластырамыз. Шекері, тұзы араласу керек, еру керек. Енді кішкене май құямын. 50 граммдай сары май құямыз. Енді кішкене қасықтың ұшымен сода саламыз. Енді шекері аздау болып қалдау деп бір қасық тағы салдым. Сонымен 3 қасық шекер салдым кішкене қасықпен. Енді біз араластырып әптен шекері, дрожжы ерігеннен соң біз електен өткізілген ұнымызды саламыз. Осылай ұнды араластырып, қасықпен араластыра отырып, одан кейін қоюланғаннан кейін қолымыздың көмегімен жұмсақ қамыр илеп аламыз. Осылай қамырымызды илеп аламыз. Достар, қарап тұрғандарыңыздай жаңағы сүтке илеп алдым қамырды. Бұл қамыр жұмсақ қамыр болып шығады. Осылай енді қамырымыз жұмсақ қамыр иленді. Енді бетін жауып 2-3 сағатқа қойып қоямыз. Енді қамырымыз көтерілді. Оны 2-3 бөлікке бөліп аламыз. Осылай бөліп аламыз. Енді домалақтап қоямыз көтерілуге. Енді оқтауымызбен жайып аламыз. Оқтауымызбен қамырымызды жайып осылай орташа көлемде қатты жұқа қылып жібермейсіздер. Осылай жайып аламыз қамырларымызды. Егерде үлкен қылып жайсаңыздар да болады. Мен кішкене жаямын. Осылай сосискамызды орауға жұқалығы осындай болады. Қатты жұқа болып кетпесін. Қалың да болып кетпесін. Қалың болса пісу қиын болып, ортасы піспейді қалады қамырымыздың. Осындай жұқалықта болады қамырымызды жайып. Осылай енді сосискамызды орап аламыз. Біз оған дейін қамырымызды жайып атқан кезде пешімізді 180 градусқа 25 минутқа қойып қоямыз. Енді осы сосисканы қамырымызды кесіп, осылай орап шығамыз. Мен духовканың ыдысына кеп, осылай орналастырып шығамын сосисканы, оралған сосисканы. Өте оңай, әрі дәмді, балалардың асы деп ойлаймын. Өте көбінесе балдарға жасап беремін. Ешқандай қалмайды, жеп қояды. Өте керемет шығады. Осы енді жасап болдық, сосискеге орап қамырды. Енді осыған бетіне жұмыртқаның сарысын алып бетіне жағып шығамыз осылай. Осылай жағып шығамыз, сарысын әдемілеп, барлық жеріне тигізіп жағыңыздар. Осы дайындап болған соң, қызып тұрған пешімізге 180 градусқа 25 минутқа пісіріп аламыз. Өте керемет, жаңағы қамырдағы сұжықтар шыққан. Осылай сіздер де жасап көріңіздер. Достар, менің видеом ұнаса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар, және де тіркеліп кетіңіздер. Менің парақшамда өте керемет рецепттер бар. Сол описание бөлімінен қарап жасасаңыздар болады. Енді пешімізге салдық. 25 минутқа салып аламыз осылай. Оған дейін ашпайсыздар. 25 минут өткеннен кейін ашып осылай
көресіздер, сосын суытып қоясыздар. Суығаннан кейін жейсіздер. Өте керемет сосиска тесте шыққан қамырдағы шұжықтар дайын болды. Осымен біздің тестамыз да, шұжықтарымыз да әдемі болып шықты. Бізге ас болсын, сіздер де жасап көріп жеңіздер.